Қазақстан футбол федерациясының құрылғанына 30 жыл. Әңгіме ода емес. Бізге керегі футбол ма, әлде футзал ма? Әрине, футзал. 30 жылғы жетістігімізге көз салар болсақ, әрине бізге керегі футзал. Оған дәлел 2016 жылы Сербияның Белград қаласында өткен футзалдан Европа чемпионатында 3-ші орын алғанымыз. Және 2021 Литваның Каунас қаласында өткен әлем чемпионатындағы тамаша көрсеткіш. Әлемнің 400 командасының қатарына кіруіміз, яғни Португалия, Аргентина, Бразилия, Қазақстан. Тамаша естіледі ме, достар? Және сол ірі додадағы жекелей ойыншылардың жетістігі. Биыл Голландияның Амстердам қаласында өткен футзалдан Европа чемпионатында өзіміздің қара көзіміз Біржан Оразовтың сол дүбірлі додада 7 гол соғып үздік сұрмерген болуы. Клубтық деңгейдегі қайраттың жетістігі мыналар. Көрдіңіздер, достар, футзалдан ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктеріміз бар. Ал футбол ше? Футбол өкінішке орай. Қысқасы, бір бала жақсы сол тілні жақсырады, а бір бала өкінішке орай. Елімізде бұл спорт түрі әлі дұрыс насихатталмағандықтан, осы кезге дейін футзалдағы жетістіктерімізге көп қуана қоймағанымыз анық. Бір сәтке ойланып, үлкен футболмен елестетіп көріңізші, достар. Әлем чемпионатының жартылай финалында Бразилия, Аргентина, Португалия және Қазақстан. Тамаша емес пе, достар? Бірақ қайдам, футболшыларымыз әлем чемпионатының жартылай финалы түгілі іріктеу кезеңінен де өз тобынан шығуының өзі мұң болып тұр. Қысқасы, үлкен футболдың жетістігі күлкілі. Бірақ үлкен футболға кетіп жатырған желге ұшқан миллиардтаған ақшаны ойлап көрдіңіз бе, достар? Егер үлкен футболға кетіп жатырған ақшаның санын естісеңіз, таң қаласыз. Жетістігі жоқ үлкен футболға қаншама ақша бөлінеді, ал әлемге Қазақстан танытып жүрген футзалға дым жоқ. Биыл ештеңе жоқ. Дым жоқ. Ақша жоқ па? Ақша жоқ. Үлкен футболға ақша көп кетеді, бірақ алға жылжу жоқ. Ал футзалға кететін ақша оның қасында түкке тұрмайды. Бірақ жігіттеріміз қазақ елін әлемге танытты. Менің бүгін айтқым келгені осы батырларымыздың ерлігі. Жігіттеріміз әлем чемпионаты, Европа чемпионаты болмаған шығар, бірақ одан да биік тұратын жүлдені ұтты. Бірінші, қазақ елін әлемге танытты, енді біздің елдің футзалымен әлем санасады. Екінші, өзіміздің қара көздер әлем чемпионаты, Европа чемпионатына ойнағаны былай тұрсын, нәтижелі ойын көрсетті. Үшінші, қаншама өсіп келе жатырған кішкентай қара көздеріміздің бойына қан жүгіртіп, көздеріне үміт отын сыйлады. Олардың алдарында бой түзейтін ағалары Дәурен Тұрсағұлов, Біржан Оразов, Альберт Ақбалықов, Шыңғыс Есенаманов, Дәурен Нұрғожин секілді ағалары бар. Айтпақшы, Жомарт Тоқаев. Ең өкініштісі, бұл батырларымызға жоғары жақтан құрметтің болмауы. Батырларымызға үлкен көлемде сыйақы беріп, елбасымыз қабылдаса да артық етпейтін еді. Өкініштісі, бұның біреуі де болмады. Тіпті Европаның үздік сұрмергені Біржан Оразовқа құрметтің көрсетілмеуі өте ұят. Жақында бәріне аямай берген жылтырақ медальдардың біреуі де бұйырмады. Ұят. Европа чемпионатының сұрмергендер тізімінде Біржан Оразовтың есімімен қатар біздің көк туымыздың қатар тұрғанын ұмытпаңыздар, жоғарыдағылар. Біржан батырымызға ол жылтырақтың керегі де жоқ, бірақ еңбекті бағалау керек. Артынан өсіп келе жатырған жас футзалшыларымызға үлкен мотивация болар еді. Неге? Футзал сүйер қара көздеріміз Зиките, Рикардиньо сияқты басқа елдің футзал жұлдыздарына еліктеу керек, түсінбеймін. Ондай жұлдыз өзімізде де бар емес пе? Бірақ еліктеулері орынды, өйткені біз өз батырымызды құрметтемейміз және дұрыс насихат жасамаймыз. Өз батырымызға толығымен құрмет көрсетейік. Біржан бразилиялық емес, құрметті жоғарыдағылар. Біржан қазақ, яғни тағы да өзіміздікі. Мынау біздікі өзінікі. Үлкен футболда шетелден келген түкке тұрғысыз келімсектерге беретін ақшаны өз қара көздерімізден аяды ма, түсінбеймін. Өте өкінішті. Жарайды, енді еліміздің әрбір аймағында футзалға көңіл бөлініп, балалар академияларын ашып, әр жас аралығында Қазақстан чемпионатын өткізсе дейміз. Балалар футзалы ақсап тұр. Дұрыс жүйемен қолдау керек. Егер қазірден бастап балалар мен жасөспірімдер футзалына көңіл бөлінмесек,
енді бір 5-6 жылдан кейін үлкен футболдың деңгейіне түсеміз. Оған дәлел кешегі 19 жасқа дейінгі футзалдан Европа чемпионатын іріктеу кезеңіндегі нәтижелеріміз. Өте ұят. Ол балаларға қолдау керек. Ой, бәлі, шығатын жағы аяқпын. Футзалдан Қазақстан чемпионатына мемлекет тарапынан дұрыс қолдау болса, чемпионатқа қатысатын командалар санын көбейтсе, әр облыстан жақсы бір команда құрылса, қысқасы Ақтаулық футзал командасы Каспийдің жұмысын әр облыс қайталаса, футзал жоғары деңгейде дамитын еді. Енді бұл жігіттерді қолдау жоғары жақтан бастау алмаса, болашақ жағдайымыз қиын. Көштің соңында қалған спортымызды дамытамыз деп, шашылмай әлемде өз деңгейі бар спортымызды сақтап қалайық. Қысқасы, жасау керек. Неге соны жасамасқа? Соған әрекет жасамасқа? Неге жасамасқа? Соны жасамасқа, неге жасамасқа? Неге жасамайды? Соны жасау керек.